Қараңғы бөлмелерде жүрегіңді бояп алды. Қараға, ешкім сені көрмегенде, ешкім кімді білмегенде, жалданмалы пәтерден шықтым далаға. Мені қуаттың келе ма, мені аттың келе ма, әлде мені саттың келе ма, әлде менімен жаттың келе ма? Ақсақал, тұр, жай. Даусымға шығып кетті ма? Атам базар жоқ, қара кесекке жатып апты ғой. Ақсақал, мынандай ән тыңдайтын жасыңыз қаншада? Жасыңыз қаншада? Не дейді? Жасыңыз қаншада? Не дейді? Бесполезно. Жасың қаншада дейсің ба? Ойбай, әлді балынан ұстады. Құдайға шүкір, 101-ге келдік қой. 101-ге келдіңіз ба не? Иә. Жас көрінесіз. Жас көрінесіз. Не қой, пенсияңыз қанша болып отыр? Пенсия құдайға шүкір деп айтайын, 300 мың теңге. 300 мың дейсіз ба? Иә. Үйленгенсіз ба? Ой, үйленгенсіз ба деп қой. Кемпіріңіз бар ма дейін деген ғой. Кемпірдің кеткеніне бір 13 жылдай болып қалды ғой. Тоқал алуға желание жоқ па? Құдай сақтасын. Если что, вариант бар деп атқаным ғой. Жоқ, рахмет. Просто жаңа бір өлеңіңізде мен жаттың келе ма деп атыр едіңіз да.